клиенттер басым жиі ауырады деп келеді. Бастың ауруының себебі өте көп. Соның ең жиі кездесетіні ол мигрень және головная боль напряжение немесе кернеулік бас ауруы. Мигрень кезінде бастың бір шеті ауырады. Солқылдап, пульсация беріп, жүрек соққандай ауырады, көздің түбімен ауырады, желкеге дейін барады. Жүрек айнып құсқыңыз келеді, жарықты, шумды жақтырмайды, жатқысы келеді. Өте интенсивті 8-9 балға дейін барады. Адам жатып қалады. Ал головная боль напряжение кезінде бас екі жақтама ауырады, каска немесе обруч киген сияқты ауырады. Жүрек айнымайды, стресстен кейін болады. Бұл кернеулік бас ауруды остеохондрозбен шатастырады. Себебі кернеулік бас ауру кезінде мойын омыртқа, желкелер тартып қысады. Сол кезде айтады, сенде тұз жиналған остеохондроздан бас айналады деп. Ол мүлде дұрыс емес. Көп адамдар бас ауырса кетанал, цитрамон, аналгин, аспирин бір емес 2 таблеткадан ішіп шыдап жүре береді. Ол өте қате ұғым. Дұрыс диагноз құрып, дұрыс емделіңіздер. Мен қабылдауда әр науқастың бас ауруының нақты түрін анықтап, жеке ем жоспарын құрамын. Консультацияға жазылып, сақтап қойыңыз. Өзіңізге немесе жақындарыңызға керек болуы мүмкін.